Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз 698-ші есепті шығаратын боламыз. Хауыз бірінші және екінші құбырдан аққан сумен 6 сағатта, хауызға су бірінші құбырдан ғана ақса, хауыз 10 сағатта толады, ал екінші құбырдан ақса, неше сағатта толады. Яғни бізден екінші құбырдан аққан суды сұрап тұр. Түйіндеу құрып шығарамыз. 10-нан 1-ді қосамыз x-тан 1-ге. 6-дан 1 шығады. Ең кіші ортақ еселік 10x болады. Мына жерде x, ал мына жерде 10. Сонда x-ға қосамыз 10-ды. Тең 6-дан 1. Енді 10x-ті 1-ге көбейтіп, тең 6-ны көбейтеміз x қосылған 10-ға. Сонда 10x болады. 10x тең 6x-ті, яғни 6x-ті қосамыз 60-қа. Енді 10x-тан азайтамыз 6x-ті. Тең 60. 10-нан 6-ны азайтсақ 4x тең 60 болады. Енді x-ті табу үшін 60-ты 4-ке бөлуіміз керек. Сонда бізде 15 шығады. X тең 15. Жауабы ол екінші құбырдан аққан су 15 сағат ағады екен.